Бүгін біз екінші ретті тізбекке өтпелі үрдісін тағы да қарастырамыз. Бұл схеманың ерекшелігі қазір біз сипаттық теңдеудің түбірін анықтаған кезде дискриминант 0-дан кіші болған кезде есепті қалай шығарамыз, сол туралы айтып өтеміз. Бізде мысалы мынандай бір сұлба берілген болсын. Мұнда берілгендері негізі осындай есептерде, осы анық ұқсайтын есептерде осы тізбектің бойындағы элементтердің барлық параметрлары беріледі және нені анықтау керек, сол көрсетіліп тұрады. Мына берілген шамаларды мен бұл жерде мысал ретінде жазып қойдым. Ары қарай есептеу барысында біз тек өрнектермен жұмыс жасаймыз. Схема берілгеннен кейін біз ең бірінші мына OL аттыны анықтамай, ең бірінші осы қазір мен айтып өтетін пункттармен жұмыс жасаймыз. Бірінші бастапқы тәуелді шартты анықтаймыз. Бастапқы тәуелді шарт коммутацияға дейінгі схемамен құрылады. Коммутацияға дейін кілтіміз ашық тұр, яғни R3 кедергісі тізбектен ажыратылып жатыр. Сонда бізде схемада тек бірінші контур ғана қалады. Алмастыру сұлбасын жасаған кезде біз катушканың орнына түзу сызық, конденсатордың орнына үзілген сызықты қоямыз. Сонда бізде бір контурлы 4 элементті схема пайда болады. Осы схеманың көмегімен біз катушкадағы тоқты коммутацияға дейінгі және конденсатордағы кернеуді анықтаймыз. Схемада бізде бір ғана тармақ және ол конденсатор арқылы үзіліп жатқандықтан схеманың бойымен тоқ жүрмейді. Сондықтан катушкадағы тоқты 0 ампер деп көрсетеміз. Кірістегі кернеу бар және конденсаторымыз бар болғандықтан конденсатордың кернеуін кірістегі кернеуге теңестіреміз. Егер тізбек бір ғана контурлы болса және онда конденсатор бар болса, онда конденсатордың кернеуін кірістегі кернеуге теңестіреміз. Келесі екінші пункт коммутациядан кейінгі схема бойынша мәжбүрлі құраушыларды анықтау. Коммутациядан кейін бізде кілт тұйықталады да R3 кедергісі пайда болады. Бұл жағдайда біз жаңағы конденсатордың кернеуін анықтаған кезде конденсатор тұрған тармақты тауып аламыз және оған параллель тармақты іздейміз. Конденсатор тұрған тармаққа параллель тармағымыз бар. Онда актив кедергі бар ма қараймыз. Бұнда R3 деген актив кедергі бар. Яғни конденсатордың кернеуі параллель тармақтың актив кедергісінің кернеуіне тең болады. UCPR мәжбүрлі құраушының мәні UR3 кедергісінің кернеуіне тең болды. Енді UR3-ті Ом заңы бойынша ашып жазатын болсақ, онда бізде осы тізбектің бойымен жүретін тоқтың кедергіге R3 кедергісіне көбейтіндісімен анықталады. Тізбектің бойымен ILPR деген тоқ жүреді. Тізбектің бойымен бір ғана тоқ жүреді, себебі мына ортаңғы тармақтан тоқ жүрмейді, ол бізде конденсатор арқылы үзіліп жатыр. Сол себептен біз бүкіл тізбектің бойымен жүретін тоқты анықтау үшін кірістегі кернеуді тоқтың жүру жолындағы кедергілерге бөлеміз. Яғни тоғымыз мына кірістен пайда болады. R1 кедергісі арқылы, R3 кедергісі арқылы жүреді. R2 кедергісі арқылы жүрмейді, себебі R2 кедергісі конденсатор тұрған тармаққа тиесілі. Енді үшінші этап сипаттық теңдеу. Сипаттық теңдеуді коммутациядан кейінгі схемаға қарап құрамыз. Оны Z-атпы деп белгілейміз. Бұл кірістегі кедергілер. Яғни бүкіл тізбектің кедергісінің жалпы бүкіл схеманың толық кедергісі. Бұл жерде біз кедергілердің жалғану ретін міндетті түрде ескереміз. Мысалы, мына тұрған схемада R2 мен С өзара тізбекте жалғанады. Одан шыққан кедергіміз R3 пен параллель жалғанады. Одан шыққан кедергіміз R1 L мен тізбекте жалғанады. Мынау параллель жалғану бөлігі. R2 мен бір бөлінген ПЦ бұл конденсатордың кедергісі өзара тізбекте жалғанған. Ол R3 пен өзара параллель жалғанған. Одан шыққан кедергі бірінші тармақтың кедергілерімен тізбекте жалғанады. Осындай схеманы берілген мәндерді қоймай өрнек түрінде ықшамдап аламыз. Мысалы, алымын жақшаны ашамыз, бөлімінде тоже жақшаны ашамыз. Алымын ортақ бөлімге келтіреміз, бөлімінде ортақ бөлімге келтіреміз. Екеуінің ортақ бөлімдері бірдей болғаннан кейін оларды қысқартып тастаймыз. Сонда менде міне мына алым қалды, мына алым қалды. Оларды жерге жаздым. Оған қостым R1 PL-ді. Енді R1 PL мен ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда осындай үлкен көлемді бір алымы бар, бір бөлімі бар өрнек пайда болады. Осы өрнекті 0-ға теңестіреміз.
санды нольға бөлуге болмайды, сондықтан мына бөлімін жеке нольға теңестіруге болмайды. Сол себептен алымын ғана жеке жазып аламыз. Мұндағы кедергілердің, конденсатордың сыйымдылығы мен катушканың индуктивтіліктерінің орнына берілгендегі сан мәндерін қойған кезде бізде белгілі бір ықшамдалған квадраттық теңдеу пайда болады. Сол квадраттық теңдеуді шешеміз. Мысалы, квадраттық теңдеуде жаңағы өрнектің алымына сан мәндерін қойғанда менде осындай бір өрнек шықты делік. Енді осы өрнектің дискриминантын табамыз. Дискриминанттың формуласы b квадрат минус 4 атса. Бұл жердегі мына коэффициенттердің белгіленуі бізде а болады, мынау б болады, мынау с болады. Енді біз мына есепте, мысалы мен есептедім, сонда менің дискриминантым 0-дан кіші болып қалды. Негізінен дискриминант 0-дан кіші болмайды. Ал егер ол 0-дан кіші болатын болса, онда біз ары қарай комплекстік сандармен жұмыс жасаймыз. Егер d 0-дан кіші болатын болса, онда сипаттық теңдеудің түбірі келесі жолмен анықталады. Негізі стандартты түрдегі сипаттық теңдеудің түбірін анықтау мына формуламен көрсетілген. Бірақ та бізде d 0-дан кіші болғандықтан біз бұның орнына осы теңдеудегі бұны қоямыз. Сипаттық теңдеудің d 0-дан кіші болғандықтан түбірдің алдына g қоямыз, яғни біз комплекстік санның жорамал бөлігі бар екенін көрсетеміз. Оның алдына плюс минус қоямыз, яғни p1 мен p2 бізде әртүрлі сан болмайды. Олар модуль жағынан жаңағы нақты және жорамал бөліктері бірдей, бірақ мына g-дің алды біреуінікі плюс, біреуінікі минус болатындығын көрсетеді. Түбір астына мына d-ның модулін қоямыз. Мына минусын ескермей 0,00406 апарып қоямыз. Соңген мына бөлімінде 2а өзін жазып шығамыз. Енді осы тұрған өрнектен жауапты қалай аламын? p1, p2-ні. 0,313-ті минусымен мына тұрған бөлімге бөліп алам. Сол кезде 3161 шығады. Минусын ескеремін. Түбір астына 0,0406-ны шығарып аламын. Оны бөлемін әрі тұрған бөлімге, сонда 643 шығады. Мына тұрған g-ді еш өзгеріссіз жерге келіп көшірем. Плюс минус да келіп көшірем. Сонда менде p1 минус 3161 плюс g 643 болады. p2 минус 3161 минус g 643 болады. Мұндағы бірінші нақты бөлімді альфа деп белгілейміз, жорамал бөлікті омега деп белгілейміз. Ары қарай есеп шығарған кезде осы екі шаманы біз қолданып отырамыз. Енді төртінші этапқа көшеміз. Біз сипаттық теңдеудің түбірін анықтап алдық. Төртінші этап іздеп отырған параметрімізді анықтау. Біз UL аттыны іздеп отырмыз. Оның негізгі формуласын жазамыз. Осыған дейін біз кез келген функцияның екі құраушыдан тұратынын білдік өтпелі процесс кезінде. Ол ULU қосылған ULSV. ULU деген біздің мына тұрған есепте ULPR екеуі бір шама. ULSV деген ол еркін құраушы. Соны мына жерде қазір ашып жазам. ULU-ды қалдырамын. Мына ULSV-ның орнына AE минус альфаты синус омегаты плюс фи деп жазамыз. Сонда айырмашылығы дискриминант 0-дан үлкен болғанда біз AE pt деп жазғамыз. Ал дискриминант 0-дан кіші болса, уже синусоидалы түрде өзгереді екен. Енді осы бөлікте біз мына альфаның орнына 3161-ді апарып қоя аламыз, омеганың орнына 643-ті қоя аламыз. ULU бізде әр қашанда 0-ға тең болады автоматты түрде. Себебі катушканың маңайында тек магнит өрісі бар, электр өрісі жоқ. Электр өрісі болмаса, онда кернеу де болмайды. Осы өрнекте бізде екі белгісіз пайда болды. А деген, фи деген. Екі белгісізді анықтау үшін біз теңдеулер жүйесін құрамыз. Егер бір теңдеудің ішінде екі белгісіз болатын болса, онда құрамында екі теңдеу бар, теңдеулер жүйесін құруымыз керек. Бірінші теңдеулер жүйесіне осы өрнектің өзін апарып жазам. Міне тұр.
жаңағы теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуіне. Мұнда ULU-дың орнына 0-ды апарып қойдым. Екінші теңдеуі осы жүйенің, осы бірінші теңдеудің туындысы. Мынары 0-ға ештеңке жасамайым, жазбаймын. Мына жерде туындыны тапқан кезде екі көбейткіштің туындысы арқылы қарастырамыз. Бірінші мынары тұрған көбейткіштің туындысын анықтап жазып алам. Мына жерде альфа алдына шығады, минус альфа, қалғаны өзгеріссіз жазылады. Енді синустан туынды табам келесі қосылғышта. Синустан туынды тапқанда омега алдына шығады, синус косинусқа айланады, ал АЕ минус альфаты өзі жазылады. Осылай мен екі теңдеуі бар теңдеулер жүйесін жасап алдым. Енді уақытты 0-ға теңестіреміз де, жаңағы теңдеулер жүйесін қайтадан жазамыз. Тылардың орнына 0 қойып шығамыз. Сонда UL ат 0 қалады, А синус фи қалады. Жаңағы тының орнына 0 қойып sayımız. UL штрих ат тының орнына 0 қоям. Сонда UL штрих ат 0 минус альфа А синус фи плюс омега А косинус фи қалады. Осылай теңдеуіміз ықшамдалады. Ары қарай осы теңдеуді шешу үшін, А мен фиді табу үшін, біз теңдіктің сол жағындағы UL ат 0 мен UL штрих ат 0-ға белгілі бір сан мәндерін қоюымыз керек болады. Соларды қалай анықтаймыз? Келесі біздің этап UL ат 0 мен UL штрих ат 0-ды қалай анықтау керек? Ол үшін біз Киргофтың заңдарын қолданамыз. Киргофтың екі заңын коммутациядан кейінгі схемаға бар мүмкін болатын варианттарын жазып шығамыз. Коммутациядан кейінгі схемада әр тармақтың тоғын көрсетіп шығамыз. Бұл жерде негізгі қойылатын шарт. Конденсатор тұрған тармақтың тоғын міндет түрде ИЦ деп көрсетеміз. Катушка тұрған тармақтың жаңағы тоғын бірінші тармақ бізде міндет түрде IL деп көрсетеміз. Ал актив кедергі ғана тұрған тармақтың тоғын актив кедергінің индексімен көрсете салуға болады. Сонда схемада бізде үш түрлі тоқ бар. IL, IC, I3 деген. Бұлар бізде жай тоқтың әсерлік мәні емес, бұл бізде тоқтың өзгеру заңдылықтары. Енді осы шамалар арқылы біз уақытымыз 0-ға тең болған кездегі Киргофтың заңдарын құрамыз. Киргофтың бірінші заңы. Түйінге бағытталған тоқтарды оң таңбалы, түйінен сыртқа шыққан тоқтарды теріс таңбамен аламыз. IL оң таңбамен болады. Мына түйінге бағытталып тұр. IC түйінен сыртқа бағытталып тұр, теріс таңбалы. I3 түйінен сыртқа бағытталып тұр. Ол да теріс таңбалы болады. 0-ға теңестіреміз. Енді бірінші контурға Киргофтың екінші заңын құрамыз. Бірінші контурда 1, 2, 3, 4 кернеу бар. Неше кедергі бар сонша кернеу болады, және кірісе кернеуді ескереміз. Сонда 4-теу. R1-дің кернеуін IL0 көбейту R1 деп жазамыз. Яғни бізде R1-дің бойымен IL деген тоқ жүріп жатыр. IL ат 0 көбейту R1 дейміз. R2-ның кернеуін IC ат 0 көбейту R2 дейміз. IC ат 0 көбейту R2. Конденсатордың кернеуін UC ат 0 деп көрсетеміз. Катушканың кернеуін UL ат 0 дейміз. Теңестіреміз электр қозғаушы күшке. Бізде электр қозғаушы күші жоқ. Сондықтан мына уды мен мына теңдіктің оң жағына шығарып қойдым. Енді бұлардың бәрі не себептен плюс болып тұр? Бұларды біз шартты түрде қойылған контурдың бағытымен салыстырамыз. Контурдың бағытын сағат тілмен бағыттас қып қойдық. Енді әрбір элементтің кернеуі тоқтың бағыты өзінің тармақтың тоғымен бағыттас болып келеді. Сол тоқтың тармақтың тоғын контурдың тоғымен салыстырамыз. Егер ол бағыттас болатын болса, онда плюс қоямыз. Мысалы, IL ат 0 R1, оның бойымен IL деген тоқ жүріп жатыр. Ол контурдың тоғымен бағыттас, сондықтан оның алды плюс болды. UL тоже контурмен бағыттас, оның алды плюс болды. Ары қарай дәл осылай бағыттарын қойып шығамыз. Екінші контурға құрамыз. Екінші контурда 1, 2, 3 кернеу бар. R2-ның кернеуін IC ат 0 көбейту R2 дейміз. Міне IC ат 0 көбейту R2. С-ның кернеуін UC ат 0 дейміз. R3-дің кернеуін I3 ат 0 көбейту R3 дейміз. I3-ті контурдың бағытымен бағыттас алды плюс болады. R2 мен С-ның бағыттары контурға қарама қарсы.
мына екінші контурдың тоғына. Сондықтан олардың алдары минус болады. Нольға теңестіреміз, себебі екінші контурда ешқандай электр қозғаушы күш жоқ. Енді сыртқы контурды қараймыз. Сыртқы контурда 1, 2, 3 кедергі бар. 3 кедергінің кернеулерін сәйкесінше жазып шығамыз. Кірістегі кернеуді ескереміз. Кірістегі кернеу минус таңбамен тұр, себебі оның бағыты контурдың бағытына қарама қарсы. Теңестіреміз 0-ға. Енді осы тұрған теңдеулер жүйесінде қайсы параметрларды біз білеміз, соларды дөңгелектеп көрсетейік. Біз кірістегі кернеулерді білеміз, ол берілгенде бар, және бастапқы тәуелсіз шартта анықтаған И(0) мен У(0)ды білеміз. И(0) бастап тәуелсіз шарттан алуымызға болады. У(0)ды бастапқы тәуелсіз шарттан аламыз. Мен мұнда бар У(0), и мұнда бар И(0). Осы шамаларды біз білеміз. Қайсы шаманы анықтағалы отырмыз? Біз UL(0)ды анықтағалы отырмыз. Яғни UL(0)дің астын сызып қояқ. Міне UL(0), и міне UL(0). Осы екі өрнектің ішінен біз біреуінен UL(0)ды өрнектеп алып шығуымызға болады. Мысалы, мынадан өрнектеп алып шығуға болады, немесе мына әрі тұрғаннан өрнектеп алып шығуға болады. Мысалы, соңғыны қарайық. Бұл жерден UL(0)ды табу үшін маған И(0) керек, ол бар, R1 керек, ол бар. И(0) керек, ол жоқ менде. R3 бар, ол бар. Осы өрнекті мен таңдап аламын. Жекемне жазып алдым. Осының ішінен UL-ды өрнектеп алып шықтым, яғни UL-ды қалдырдым да, қалған қосылғыштарды теңдіктің оң жағына таңбасын өзгертіп апарып садым. Сонда менде UL(0)ның формуласы пайда болды. Осы жерде мен білмейтін шама И(3)0. Оны анықтау үшін тағы да осы Кирхофтың заңына жүгінем. Қай жерден алуға болады? И(3)0-ды бірінші теңдеуден алуыма болады. Міне бірінші теңдеуден өрнектеп алып шығам. И(3)0 деген И(0) минус И(0) болады. Міне. Енді осы И(0) минус И(0) деген өрнекті мұнары екінші өрнекте тұрған. Так, екіде бізде И3 жоқ. Немері үшінші өрнекте менде И3 тұр міне. Соған апарып қоям. Мынаны. Сонда міне И(3)0-дің орнына И(0) минус И(0)ды қоямын. Міне жақшамен қосып. Көбейтім R3-ге, міне көбейттім R3-ге, минус U(0) минус I(0) деп қайттан көшіріп жаздым. Сонда мына жерге қарайтын болсақ, И(0) бар, I(0)ды білмеймін, U(0) бар, I(0)ды білмеймін. Мұнда I(0) деген екеуін ықшамдап жақшаның сыртына шығарып жерге болады. Сонда менде мұнары өрнекте бір ғана белгісіз бар. Сол бір белгісізді өрнектен оңай тауып алып шығуға болады. Мына жерде мен ары қарай жақшаны ашып жібердім. R3-ті әрқайсына жеке-жеке көбейттім. Қайттан жазып шықтым. Осы теңдіктің жаңағы оң жағына I(0) мен мұнары I(0) екеуін теңдіктің оң жағына минус таңбаларын өзгерте отырып, мұна жаққа көшіріп апарып садым. Міне. Теңдіктің сол жағында И(0) қалды, U(0) қалды. Осы жерден мен I(0)ды жақшаның сыртына шығарып жердім. Сонда R2 плюс R3 қалады. И соны мұнары өрнек арқылы I(0)ды мұнары тұрған өрнекті бөлдім. Мына R2 плюс R3-ге. Сонда мен I(0) тауып алам. Енді міне I(0)дің өрнегінде И(0) бастап тәуелсіз шартта бар, R3 берілгенде бар, U(0) бытышыда бар, R2, R3 берілгенде бар. Содан I(0)ды іздеп таптым. Не үшін I(0)ды іздеп отырмын? I(0) арқылы мен I(3)ды табалам. Осы I(0) арқылы I(3)ды тауып алам. Ол деген И(0) минус I(0). А I(3)ды не үшін іздеп отырмын? Оны U(0)ды табу үшін іздеп отырмын. Оны апарамда мұныр жерге келіп қоям мәнін. Бұл жерде бір кәдімгі сандық мән шығады. Бір сан.
Соларды міне мынада у берілгенде бар, үш ат нөлді таптым, r3 берілгенде бар, ел ат нөл бастап деп шарт, r1 берілгенде бар. Ол ат нөл тауып алдым. Оны не үшін тауып отырмын ол ат нөлді? Оны міне міне теңдеулер жүйесіне апарып қою үшін тауып отырмын. Келесі менің анықтайтын шамам ол штрих ат нөл. Енді ол штрих ат нөлді табу үшін мен жаңағы теңдеулер жүйесін қайтадан жазып шығам. Бірақ та бір өзгеріспен. Мына жақшасында нөлі бар параметрлардың бәріне туынды қойып шығам. Қай жерде нөл бар, солардың бәріне мысалы i ат нөл штрих қоям, u ат нөл штрих қоям, i3 ат нөл штрих қоям, u штрих ат нөл штрих қоям, және кірісте кернеуге штрих қоям. Яғни маған негізі ул штрих ат нөлді табу керек бағана теңдеулер жүйесінде. Оны анықтау үшін маған осындай туындысы бар теңдеулер жүйесі керек. Жаңа Киргоф заңдарымен құрылған. Киргоф заңымен біз теңдеу құрғанбыз. Соны қайттан көшіріп әкеліп жазамыз да, мұнда қайсы параметрде қасында жақшаның ішінде нөлі бар, сол параметрлардың бәріне штрих қойып шығамыз. Сонымен қатар кірісте кернеуге де. Ал мына кедергілерге штрих қоймаймыз. Содан кейін бұл параметрда не белгілі, соны дөңгелектеп шығамыз. Кірісте кернеуіміз сан мәні болғандықтан, сан мәнінің туындысы 0-ға тең. Сол себептен бізде мына ат 0, у штрих кірісте кернеудің мәнін біз уже білеміз. Келесі мынандай бізде тұрақты формулалар бар. штрих ат 0, ел штрих ат 0 деген. Біз осыларды тұрақты формуламен тауып алсақ, олар да бізде мынаның ішінде белгілі болады. штрих ат 0-ді табу үшін i ат 0-ді бөлеміз с-ға. Ал i ат 0-ді бағанағы теңдеулер жүйесінде біз тауып алғанбыз. Ол бізде бар. Ел штрих ат 0-ді табу үшін ул ат 0-ді бөлеміз l-ға. Ул ат 0-ді осының алдында ғана тапқанбыз. Сол санды мына жерге келіп қоямыз. Ал мына с мен l берілгенде болады, есептің берілгенде. Соларды қойып шығып, штрих ат 0 мен ел штрих ат 0-ді тауып аламыз. Сонда бізде олар да белгілі болып шығады. Ел штрих ат 0 мен штрих ат 0 бізде белгілі. Енді біздің іздеп отырған параметріміз ол штрих ат 0 тура бағана осының алдында мынандай туындысы жоқ теңдеулер жүйесінде ул ат 0-ді қалай таптық, тура сол формулалар арқылы мына жерден қайтадан осы ул штрих ат 0-ді табуымызға болады. Бағана мен мына тұрған өрнекті таңдап алғам. ул штрих ат 0, ул ат 0-ді табу үшін мұнда да тура соны таңдап алам. Міне. Содан ул штрих ат 0-ді қалдырамда, қалғандарын теңдіктің оң жағына көшіріп апарам. Сонда бәрінің туындыларын ескеріп қоямын. Осы жерде бағана да менде i3 штрих ат 0 белгісіз болған. Соны мен Киргофтың бірінші заңынан өрнектеп алып шығамын. Ол ел штрих ат 0 минус с штрих ат 0. Ел штрих ат 0-ді міне мына жерде біз тауып қойғанбыз, ол бар. с штрих ат 0-ді табу керек. Оны табу үшін мен мына тұрған өрнекті полностью i3-тің орнына апарып қоям. Міне менде i3-і бар, мына жерде тағы бір өрнек бар, міне i3-і бар. i3-і бар, i-сы бар. Осы жердегі i3-тің орнына мына жақша өрнекті толығымен апарып қойған кезде менде мынандай өрнек пайда болады. Міне i3 штрих ат 0-дің орнына ил ат 0 минус i ат 0-ді қойдым. r3-ті жақшаның сыртына жібердім, қалғандарын тура солай көшіріп алдым. Арғара жақшаны ашып жібердім. Осы жерде менде 2 i штрих пайда болды. Теңдеуде бір ғана белгісіз бар. Сол белгісізді осы теңдеуде міне алып шықтым. i штрих ат 0-ді i3-ті табу үшін анықтадым, мына жерге келіп қоямын. Содан шыққан i3 штрих ат 0-ді ул штрих ат 0-ді табу үшін мына жерге келіп қоямын. Одан ул штрих ат 0-ді таптым. Оны бағанағы а мен фиді анықтайтын теңдеулер жүйесіне апарып қоямын. Ары қарай менде уже теңдіктің
сол жағындағы OL ат 0 мен OL штрих ат 0-дің сан мәндері бар. Теңдеулі екі белгісізі бар теңдеулер жүйесін ары қарай математика курсындағындай шығарып таба саламыз.